Сәлем, құрметті оқушы, сенмен бірге шәкірт онлайн мектебі, және менің есімім Камила Әзи. Бүгін біз табиғат ресурстары туралы өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты табиғат ресурстарымен танысасың, табиғат ресурстарын ажыратып үйренетін боласың. Тірек сөздер табиғат ресурстары деп аталады. Табиғаттан не аламыз? Ол үшін мына берілген суретке назар салайық. Адамдардың өмір сүру үшін не қажет? Олар ең қажет затты қайдан алады? Суретке қарап жауап бер. Мінеки, адамдар және оларды қоршаған табиғат. Адамдарға алдымен су керек. Суды ол табиғаттан алады, әртүрлі өзен көлдерден алады. Сол су көздерінен үйімізге су құбыр арқылы ағып келеді. Одан кейін азық-түліктер, жеміс-жидектер, көкөністер, олардың барлығын жерден алады. Жерге егіп, соның өнімін күз айында теріп, азық етеді. Одан кейін әртүрлі балықтардың өзін өзен көлдерден аулайды. Күннің көзі, бізге жылу қажет, оны да бізге табиғат береді. Адамзатқа керек барлық қажет нәрселердің барлығын табиғат өзі бізге береді екен, және адамдар оны пайдаланып өмір сүреді. Адамдар күнделікті өмірде пайдаланатын заттардың барлығын табиғаттан алады. Сумен шөлін қандырады, ауамен тыныс алады, жердің астынан да, беткі қабатынан да әртүрлі табиғат байлықтарын өндіреді. Өсімдіктер мен жануарлардан азық және тағы да басқа көптеген заттарды алады. Суреттен артық затты тап, өз таңдауыңды түсіндір. Бізге алма берілген, балық берілген, және су тамшысы берілген, және кесе берілген. Одан кейін осы суреттердің арасында артығы қайсы деп ойлайсың? Жақсы, меніңше артығы мына ыдыс аяқ, ыдыс. Себебі алма ол табиғат жемісі, оның азығы ретінде біз суды айта аламыз. Ол су ішеді. Судың арқасында ол өзінің жемісін береді. Одан кейін балық, ол суда тіршілік етеді. Және су тамшысы, ол кәдімгі су. Сонда мына үш сурет суға байланысты. Ал бұл ыдысқа да суды құюға болады, бірақ дегенмен артығы осы болады. Зертте қандай заттарды табиғат ресурстар деп атауға болады? Яғни сен өзіңнің ойыңды тізбектеп жазып шығуың керек. Табиғат ресурстар дегеніміз бұл табиғаттан алынатын және адам өмірінде пайдаланылатын заттар. Неліктен табиғат ресурстарын ысырап етпей үнемдеу қажет? Себебі олардың да бір күні таусылуы мүмкін. Егер де біз үнемдемей пайдаланатын болсақ, олардың таусылуына соңына жетуіміз мүмкін. Сондықтан әрбір табиғат ресурсын ысырап етпей үнеммен пайдалануымыз керек. Себебі адамдардың оларсыз өмір сүруі өте қиынға соғады. Адам табиғат ресурстарын пайдаланады, олардан тамақ, сусын дайындайды, киім, аяқ киім тігеді, үй, көпір, жол салады. Сен білесің бе? Жел де табиғат ресурсына жатады. Желдің көмегімен адамдар теңізде жүзген, диірмендерде ұн тартқан. Қазір желдің көмегімен электр қуатын өндіреді екен, мінеки. Яғни желдің көмегімен біз көптеген пайдалы өнімдерді, энергияларды ала аламыз. Мінеки балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.